Ассаламу алейкум, армысыздар құрметті көрермендер. Бүгінгі Әулие-Ата дінтамдық бағдарламасының қонағы облыстық Қибатулла Тарази мешітінің бірінші наиб имамы Нұралы Бақтылы. Бүгінгі бағдарламаның тақырыбы бейбітшілік пен келісім туралы сөз өрбітетін боламыз. Құрметті Нұралы Бақтылы, бағдарламамызға қош келдіңіз. Нұралы Бақтылы, жақында болған бейбіт шерулермен басталған көтеріліс арты қауыс пен арандатушылыққа ұласты. Енді қоғамда қалыптасқан тәртіп пен тұрақтылықты қарсы көтеріліске ислам дінімізде не айтылған, сөз жөнінде айтып кетсеңіз. Бисмилlah ва салату ва саламу аля расулилlah. Amma ba'd, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Жалпы әуелден ислам сөзінің өзінен бастасақ, түбірінен салима юслиму ислам. Есендік, амандық, бейбітшілік деген мағынаны береді. Алла Тағала өзінің пайғамбарын әлемге паш етіп жіберген кезде пайғамбар жөнінде не деді? «Уәмә арсалнака илля рахматан лил аламин». Мұхаммед, сені әлемге мейірім үшін жібердік деді. Қараңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл әлемге қараңғылықтан жарыққа шығару үшін келді. Зұлымдылықты мейірімділікке ауыстыру үшін келді. Сондықтан да дініміз исламда ешқандай жаман нәрсеге, соңы бір жаман нәрсеге апарып соқтыратын нәрсеге жол бермейді. Ол бір. Екінші, жаңағы бейбіт шерудің арты мынадай үлкен қақтығысқа ұласты деп жатсыз ғой. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл жөнінде былай деп айтқан. Сатакуну фитанун дейді. Өзінің сахабаларына айтты, ертең фитналар, бүліктер көп болады деді. Болмайды деген жоқ. Қиямет күніне дейін бүліктер көп болады деді. Бірінші пайғамбар саллаллаху алейхи өзінің хадисінде айтады: «Хойру құруни қорни, суммаллазина ялунакум, суммаллазина ялунакум». Замандардың ең алтын ғасыры менің ғасырым, яғни сахабалар мен пайғамбардың ғасыры, одан кейін сахабалардың ғасыры, одан кейін табииндердің ғасыры. Осы үш ғасырда мұсылмандардың ауызбіршілігі, береке, ынтымақта болады. Одан кейін үш ғасырдан кейін фитнаның есігі ашылады, қиямет күніне дейін жабылмайды деді. Енді бұл Алланың үлкен сынағы. Пайғамбар саллаллаху айтып жатыр, алдағы уақытта фитналар болады дейді. Мұсылмандардың арасында жалпы қоғамда фитналар болады дейді. Сол кезде отырған адам тұрып тұрған адамнан артық дейді. Қараңыз, Пайғамбар саллаллаху не деп жатыр? Отырған адам тұрып тұрған адамнан жақсырақ дейді. Тұрып тұрған адам жүріп бара жатқан адамнан жақсырақ, жүріп бара жатқан адам жүгіріп бара жатқан адамнан жақсырақ дейді. Яғни фитнаға қарай ентелеп бара жатқан адамдардың дәл сол орында қадалып қатып қалуын айтты. Енді уәмән юшриф лаха дейді. Сол фитнаға, сол бүлікке кім араласса, тасташрифу дейді. Фитна оны өзіне баурап алып кетеді дейді. Яғни фитна оны басқарып алып кетеді дейді. Қалай? Мысалы, мен өзімді ойымды айтамын, басшыларға өзімді ойымды айтамын, өзім ұсынысымды айтамын, өзім талаптарымды айтамын деп шыққан адам фитнаға кіруіменен фитна оның ойын мүлдем басқа жаққа бұрып алып кетеді дейді. Қараңыз. Дәл сол уақытта сендердің іштеріңде кім бір паналайтын жері болса паналасын дейді. Я болмаса бір паналайтын адам болатын болса, жәрдем сұрайтын адам болса, содан жәрдем сұрап, фитнаға, бүлікке араласпағаны оның жөн деді. Қараңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы хадисін айтып жатыр. Мақұл бейбіт шеру деп шығады екен, бірақ олардың ішінде арандатушылар да көп болатындығын, және ол шерудің соңының жаман нәрсеге алып баратындығын, және ол шеруге шыққан адамдардың өмір бойы маңдайына таңба басылатындығын айтып кеткен мысал үшін. Сондықтан да қай жағдайда болсын бүлікке барып тұмсықты сұғу деген нәрсе ол дініміз исламда жоқ нәрсе. Бәлкім Алла Тағала Құран кәрімде айтты: «Ати'аллаху ва ати'ур расул ва улил амри минкум». Аллаға бойсыңдар, пайғамбарға бойсыңдар, және өздерінің араларынан шыққан басшыға бойсыңдар деді. Қараңыз. Енді имам Тахауи айтады, біздің басқарып отқан басшымыз дейді, бізге жаман басшы болсын, жақсы басшы болсын, біздің бой ұсынуымыз міндеттелінеді дейді. Тек қана фарыздан қайтармаса болды дейді. Фарыз не? 5 фарыз бар. Алла Тағаланың 5 фарыздан бөлек беріп қойған фарыздары бар. Ораза, зекет, қажылық, намаз деген секілді иман келтіру. Енді біздің елімізде осы 5 фарыздың 5-еуі де толығыменен орындалып жатқан жоқ па? Мешіттеріміз ашық, медреселеріміз ашық,
қажылығымызды қылып жатырмыз, зекетімізді беріп жатырмыз, айдың күні аманында оразамызды тұтып жатырмыз, ауызашарымызды беріп жатырмыз. Міне бізге толығыменен мемлекет мүмкіндік жасап қойған. Біз осы нәрсеге шүкіршілік етуіміз керекпіз. Осы нәрсені бағалай білуіміз керекпіз. Енді Құдай тағала маңдайға екі көз бергеннен кейін біреудің минусын да көреді екенбіз, бірақ плюсын да көруге, жақсы жағын да көруге біз ұмтылуымыз керекпіз. Айыбын іздеп кетпей, бірде жаңағы, енді бұл өте ұзақ оқиға, бірде ұстазы жаңағы бір шәкіртіне 10 жыл бойы тәлім беріпті да, ұстазының кітабын бәрін оқып қойыпты жаңағы шәкірті. Сөйтсе оқып біткеннен кейін ұстазы батасын беріпті да, бұл жаңағы бетін сипап болғаннан кейін шәкірттің шапалағынан тартып жіберіпті. Шәкірт, ұстаз не үшін тартып жібердіңіз десе, бара бер кейін айтам деп. Сонымен шәкірт кетеді, ойында сол нәрсе қалып кетеді. Соның бір 10-15 жыл, 20 жыл өткеннен кейін бір өлкеге барса, өзінің шәкірті бір өлкені басқарған әжептәуір бір бастық әкім болып тұр дейді. Сонымен ұстазы кірейін десе, алдында секретаршы кіргізбейді дейді. Пәленше ұлы бүгін қабылдай алмайды, сізді жазылуыңыз керек. Ей, тоқта, сенің ұстазың келіп тұр деп айтшы бар десе, барып айтса, жаңа шәкірті, әкім болып отқан шәкірті жүгіріп шықты да, ой ұстаз деп өзінің орнына отырғызып, бір шыны ыдысқа жаңағы кофені құйып, алдына тық еткізіп қойып, ұстаз сұрағым бар деп айтады. Қандай сұрақ десе, осы бұрын мен кетіп бара жатқан шапалағымнан не үшін тартып жібердіңіз, соны айтыңызшы деген екен да. Сонда ұстаз күліп айтқан екен, мен 10 жыл көзім айнып тауызып, 10 жыл сені асырап, 10 жыл бойы бүкіл ілімімді берген жақсылығымды ұмытып кетіпсің, бірақ жамандық есіңде қалып кетті ғой. Бұдан кейін адам баласының жалпы табиғаты біреудің минусы, біреудің жаңағыдай айыбын көруге арналып қалған. Сен бұдан кейін адамдардың жақсы жағын да көре біл деген екен да. Сол сияқты еліміздің жақсы жақтары өте көп. Осы жақсы жақтарында көре алуымыз керек екен иншалла. Жақсы. Енді өзіңізге белгілі осы дүрбелең кезінде көптеген дүкендер тоналды, магазиндер тоналды. Осы шариғатта осы мүліктерді біреудің өміріне зиян тигізу қандай? Соны жайлы айтып кетсеңіз. Жалпы дініміз шариғатымызда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, мұсылман өзінің мұсылман бауырына оның бірінші дейді мәлуху малын, яғни дүниесін тартып алу, дүниесін нақақтан нақақ алу, ол харам дейді. Екінші мұсылман қанын төгу харам дейді. Үшінші айтады айрдоху дейді, ар ұятына тиісудің өзі харам дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниесін бұлай алып тұрсын, дініміз шариғатымызда біреудің сыртынан ғайбат айтуды харам қылып қойды. Ғайбат айту біреудің бір затын алып қою емес, біреудің бір айыбын айту, затын алған бұлай тұрсын. Қараңыз, дініміз шариғатымыз осы нәрсенің өзін баяндап жатыр. Біреудің хақысына кірме, сөзбен болсын, іс-қимылмен болсын, ойыңмен болсын біреудің хақысына кірме дейді. Ал енді біреудің жаңағы көтеріліс болған кезде Алла сақтасын, біріншіден олардың бағыты дұрыс емес. Екіншіден біреу мұсылманның дүкенін тонау, мұсылманның үйін қирату, жаңағы құқық қорғау органдарының машинасын өртеу деген сияқты нәрселер орын алды ғой. Бұл өте үлкен күнә, Алла сақтасын. Біреулер ойлауы мүмкін, мысалға айталық, біреулер көрсетпей күнә істеп жүрген болуы мүмкін. Мысал үшін, біреу ұрлық істейді да, сол топтың ішінде жүр, бірақ ұсталынбай кетеді. Біреудің басын жарады да ұсталынбай кетеді. Біреуді өлтіреді да ұсталынбай кетеді. Ол ойлайды ма, мен осы дүниеде ұсталынбаймын деп. Бірақ өзіңіз ойлап қараңыз, негізі ақылға салған кезде қоғамда қылмыс деген адам сотталу керек. Ұрлық істеді ма, оны органдар соттау керек. Біреуді зорлады ма, оны органдар соттау керек. Дәл сол сияқты біз Аллаға иман келтіргенбіз, Алланың соты күтіп тұрады ондай адамдарды. Қараңыз. Сондықтан да ғалымдарымыздың мынандай айтқан сөзі бар. Сен біреудің мүлкіне қол салсаң дейді, ол саған жауап бермесе, онда Алла сол үшін жауап береді дейді. Қараңыз. Яғни біреуге зұлымдық қылсаң, ол ішінен налып, саған түк істей алмауы мүмкін. Ішінен налып қиналатын болса, оның саған керісінше осы дүниеде ақысы алған жеңілірек дейді да. Аллах тағала бұл дүниеде, егер ол үндемесе дейді, Аллах тағала бұл дүниеде оның жазасын алып береді, ақыретте де оны жазалайды дейді. Қараңыз. Сондықтан Алла тағала Құран кәрімде кімде-кім шаңның тозағындай жамандық істесе жамандығын көреді, шаңның тозағындай жақсылық істесе жақсылығын көреді дейді. Мысалға айталық, біздің айыбымыз өте көп, күнәміз өте көп.
Аллах тағала екі періштені иығымызға қойып қойды. Пәленше жамандық істесе жазып отыр, жақсылық істесе жазып отыр. Бірақ айтқан жоқ, жақсылық істесе мақтада, жамандық істесе басынан балғамен ұрып отыр деп айтқан жоқ. Бұл да Алланың мейірімі. Қараңыз. Сондықтан да олар ойлайды ма, мен нәрсені істеп кеттім, мен оларға көрінбей қалдым, мен осы нәрсемен құтылып кетемін деп ешқашан ойламасын. Біреуге қиянат қылған адам, ол өзінің өміріне қиянат қылған адам, біреуге жақсылық қылған адам, өзінің өміріне жақсылық қылған адам. Сондықтан да Алла сақтасын, қазақ айтады, бүлінгеннен бүлінді алма дейді. Жақсы нәрседен жақсы нәрсе алса, адам бойына сіңеді жақсы болып. А жаман нәрсе алған адам, Алла сақтасын, ол жамандық бір күн бір жерінен шығады. Сондықтан атам қазақ айтады, не ексең соны орасың дейді. Алла Тағала Құран кәрімде айтады, ликулли имриин бима касаба рухин. Әрбір кісі істеген нәрсесінен Алланың құзырында бодауынан ұсталынады дейді. Я? Мысалға айталып, біреу бір ұрлық істесе, ертең қиямет күні сол ұрлық істеген заты келіп, мына Раббым, мына пәленше мені пәлен деген дүкеннен ұрлады деп өзіне куәлік болады екен. Істеген затының барлығы. Қазақ оны не дейді? Дәл осы аяттың мағынасына ұқсас не бар, мақал бар. Әр тоқты Құдайдың құзырында өзінің сирағынан асылынады дейді. Яғни әркім өзінің істеген нәрсесіне Құдайдың алдында жауап береді. Сондықтан да ондай нәрсені істеу, біреудің мүлкіне қол сұғу, ол харам болған істерден, оны істеген адам күнәһар болады, оны адалға шығарған адам діннен шығып кетеді. Ал енді оны істеп жүрген адамдар болатын болса, ол адамдардың тәубе етуі міндеттелінеді иншалла. Алла кешірімді, одан кейін түзеліп кетсе, бұл нұр үстіне нұр болады. Жақсы, енді осы дүрбелеңді деструктивті күштер деді. Соның ішінде мынау деструктивті діни ағымдар деп атыр. Осы жөнінде не айтасыз? Енді деструктивті діни ағымдар мына қоғамымызға келіп жеткен осы 90-шы жылдардан бері біздің шекарамызға кірген мына бірден бір сәләфилік бағыт деп айтатын едім. Олардың өзі үш бағытты білесіздер. Бірінші матхалилік, сурилік, такфириттік. Матхалилік бағыт ұстанатын ол Ділмұрат деген уахаби, ол қазір түрмеге тоғытылды. Суриттік бағыттың ең шыңында Дарму барып деген отыр. Одан кейін мына такфириттік бағыт ұстанатын ол Халил, ол да қазір түрмеге тоғытылды. Осылардың ішіндегі ең қауіптісі осы такфирилік жолды ұстанып жүргендер. Яғни не дейді? Намаз оқымаған адам, мұсылманның баласы болып тұрып намаз оқымаған адам, оның дінсіз болады, кәпір болады. А кәпір болғаннан кейін оның дүниесін тонау, оның қанын төгу, оның арына кіру біз үшін адал, керісінше сауап деп. Осылай түсініктемесі, олардың түсініктері осындай, Алла сақтасын. Сондықтан да мен айтар едім, бұлар қорданың астында жатқан бір бомба секілді, керек кезінде атылынатын. Алла сақтасын, міне осындай сәтті пайдаланып жүріп, қаншама жастар Сирияға кетті сол такфирилік бағытта. Осындай жастардың арасына кіріп арандатушылық. Былайша айтқан кезде бұлар пайдаланып кетті осы көтерілісті. Арасына кірді, қаншама шығын әкелді. Алла сақтасын, құқық қорғау органдарының бір екеуінің басын кесіп алған дей ма. Ондай осы деструктивті қоғамымызға ең қауіпті жолы осы вахабилік, сәләфилік жолдың ішіндегі такфирилік бағытта. Ал енді мыналарда оны мен ақтамаймын, матхалилік, сурилік бағытта жүргендер. Үшеуінің оқып отырғаны бір кітап, үшеуінің жеп отырған бір тоқаш, үшеуінің ішіп отырған бір бұлақ десек те болады. Сондықтан да қай-қайсынан болса да қауіп келіп қалу әбден мүмкін. Сондықтан Алла сақтасын, өзіміздің Орта Азияда Ахлу Сүнна уал Жамааның мазхабы, имам Абу Ханифа мазхабы, ақидада имам Матруди ақидасы, осыны ұстанып жүруіміз, біздердің осы нәрсені жастарға тәрбиелеуіміз, осы мазхабты, жастарды осы өзіміздің Ахлу Сүнна уал Жамаа мазхабына үйретуді өте мықты қолға алуымыз керекпіз иншалла. Болашақта тағы сан соғып қалмау үшін. Жақсы, Нұралы ұстаз, бүгінгі бағдарламамызға келіп сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Құрметті көрермендер, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқталды. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар.